Қиын ба жоқ па? Табақ. Жарма. Тамақ шейік. Тамақ үшін. Ой. Сен... Бұл супер мысықтың супер алтын белгісі ғой. Юху! Бес әкел. Алақай. Бұл бақытты бойтымар супер мысыққа ең қиын тапсырмаларда өтуге көмектеседі. Керемет! Жолымыз болды! Супер шмяк және алтын белгі шытырман оқиғаларға дайын! Сәлеметсіз бе? Юху! Кетти! Эй, Кетти! Сәлем, шмяк! Сені байқамадым? Ештен етпейді, мен тым жылдаммын. Неге екенін білесің бе? Өйткені менде супер мысық белгісі бар. Мәссаған, сенің жолың болды? Мына төс белгімен мен бәріне қабілеттімін. Үш аяқпен мысықтар алаңына шығу қиын. Мысық белгісі. Неге екенін білесің бе? Өйткені менде супер мысық белгісі бар. Мәссаған, сенің жолың болды? Мына төс белгімен мен бәріне қабілеттімін. Үш аяқпен мысықтар алаңына шығу қиын емес шығар енді саған. Мен оған төс белгісіз де тез көтеріле алам. Оп-оңай. Онда мен сені сабақтан кейін күтем. Ал сен қайтар емессің. Үш аяқпен бе? Менің бақытты төс белгіммен менің қолымнан бәрі келеді. Осыдан көресің. Әйтпесе бізде шмяк емес шелпек болады. Қорықпа, жүр, кеттік. Әйтпесе сабаққа кешігіп қаламыз. Сенің төс белгің! Ай! Амансың ба? Төс белгі! Біз барлық жерді қарадық. Мен енді не істеймін? Менің төс белгім. Уақыт жоқ. Жоқ. Кешіріңіз, Томпа ханым, мен кешігіп қалдым. Өкінішті сен Мурумия ханымның сардин тоқаштарын жіберіп алдың. Қолыңды жалау қалды. Мұңайма, тағы бар. Ой, бірақ жоқ екен. Кешір. Төс белгі жоқ, сәттілік те жоқ. Қане, шмяк! Ай! Белгіше жоқ қой. Барлығында бояулар мен қылғаламдар бар ма? Міне, оларды да ұмытып кетіппін. Міне, тағы бір түтік бар. Әрине. Әрине. Жоқ.
Төс белгісіз мен ештеңеге жарамайым. Кетти мен бәстесуім ештеңеге әкелмейді, масқара. Жарай, сен күштісің, сен чемпионсың. Ой, алманы түсіруден басқа. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Жүр, түскі кейін бәрі жақсы болады, уайымдама. Ұстайым. Шмяк, бәрі жақсы ма? Иә, мен жай жатырмын. Сәттілігімнің қашан қайтып келуін күтіп жатырым. Иә. Қане, бұл жақсай. Төс белгі, сен оны таптың ба? Алақай! Мен күштімін, юху! Міне осылай! Юху! Ал енді аяқты көтереміз! Юху! Қане. Шмяк, абай бол. Мәссаған? Мен аяқтадым. Керемет, бәріне жылдам. Қандай керемет автопортрет. Қараңыз, мен де аяқтадым. Тамаша, Шмяк, керемет. Мен бәрі бірде біріншімін. Мен 1 сағат бұрын бітірдім. Ал мен мұны салдым. Бұл менің Мияу Лиза. Қандай керемет. Иә. Кетимен кездесу уақыты келді. Мен тез шыңға жетем. Иә, біліп қойсын. Абайла. Не болды? Мен алманы ұмытып кетіппін. Жоқ, жақсы болды ғой. Абайла. Сен дайынсың ба? Даянмын. Мен мұны 2 аяқпен ғана жасаймын. Мәссаған, сенімдісің бе? Әрине, бәрі жақсы болады. Мәссаған, ол өте сақ. Ой, сақ бол. Юху! Браво, Шмяк! Керемет көрініс. Не? Бұл менің төс белгім ғой. Ой. Не? Екінші. Бақытты жан. 1 минут күте тұр. Менің төс белгім төменде болса, бұл жалғаны деген сөз бе? Жоқ. Бәрі жақсы ма? Күте тұр, келе жатырмын. Жүр, Шмяк, көтеріл. Бірақ қалай мен қорқам. Төс белгі шынайы емес. Мен оны жасадым. Бірақ ол нәтиже берді ғой. Саған төс белгі қажет емес. Өзіңе сен.
Ештеңе шықпайды. Жүр, бәрі жақсы болады. Охо, жарайсың, Шмяк, сен кереметсің. Ірімшік деген кім? Бұл менің бойтұмарым. Дұрыс айтыпсың, маған төспелгі керек емес. Кешір. Саған көбірек қазір долға керек. Фильм CLS Media тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2023 жыл. Мяу махаббат. Не істеп жатырсыз? Бүгін ғашықтар күні. Анаң екеуміз серуендеуге барамыз. Сенің ағаң мен әпкең атаңның қасында. Ал саған мейлі қарайды. Алақай, алақай. Оған не болған? Оның бәрі махаббат. Баршаңызға қайырлы күн. Саған да кіре ғой. Мейлі, сәлем Шмяк, қалың қалай? Біраз көңіл көтеруге дайынсың ба? Иә. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Лимонад ішесің бе? Әрине. Менде лимонад ішкім келеді. Қарашы, ана жерде помпон тұр. Алақай. Сыйлық. Ешқандай саттың ба жоқ? Бұл шоколад екен. Мәссаған. Қандай дәмді. Бұл не жүрек? Мысықтың құйрығы. Шоколадтар біз үшін емес. Бұл махаббат сыйы. Ой, помпон біреуге ғашық па? Иә, оның қаншалықты қобалжығанын көрдің ғой, әкең сияқты. Бірақ ол кімге ғашық? Дайын. Көресіңдер, менің лимонадым ең дәмді. Біз бәрі құрттық. Ештең етпес, біз тек помпоннан жаңа сыйлық жіберуді сұрау керекпіз. Бұл ой. Мейлі, қарашы, мен не ойлап таптым. Өте қызықты. Жарайды, мен келе жатырмын. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Милли. Мен жеткізу жайлы хабарласудамын. Рахмет. Бұл кімге арналған? Мен білмеймін. Сен тапсырыс бердің ғой. Қалай, бірақ мен тапсырған жоқпын. Мен шоколадты жек көрем. Шын ба? Мен сен алар емеспін. Расында дауыс сенікі емес еді. Не? Мен мықты еліктеушімін ғой. Ой, құдайым-ай. Бізге тағы бір сыйлық ойлап табу керек. Оны міндетті түрде бақытты ететіндей. Мен ойлап таптым. Бұл не? Бұл сенің тапсырсың. Бірақ мен тапсырыс берген жоқпын. Бірақ бұл жолы сенің даусың болғанына сенімдімін. Не десең де, ол менікі емес, түсінікті ме? Қош бол, помпон, қонаққа күтпе. Бірақ... Бізге жаңа супер жоспар керек сияқты. Саябаққа барғыларың келе ме? Әрине, бірақ сен помпонды көрдің бе? Екінші тапсырыс, ол сені ұнатады. Ол мені ренжіткенді ұнататын сияқты. Болды, барайық. Махаббат қандай күрделі. Иә, мен білем.
Мейлі мен Пампонға сенің ата-бабаларың сияқты бірге серуендеу керек. Жарайды, бірақ мұны қалай істеу керек? Пампон! Қане, жүр, біз оны қуып жетуіміз керек. Сырғанақта кім соңғы, сол май шабақ. Ол көлге бара жатыр. Көлге кім соңғы жетет, көк реңді ірімшік болады. Бұл әділетсіз. Демек сен көк сеңді ірімшіксің. Жарайды, оны көреміз әлі. Ой. О, Пампом, осындасың ба? Саған лимонад ұнай ма? Иә. Алақай, бізде ол өте көп. Солай ғой, я? Иә, лимонад ішесің бе? Жақсы. Міне ұста. Жұмыс көп, я? Рахмет, Милли. Дұрыс айтасың, менің кетуім керек. Дөңгелектің жел шығып кетті. Қызық. Тығыны қайта. Жоғалған ба? Қандай сәттілік. Мейлі біздің сілеусің көз бәрін табалады. Я, көмектесуге рұқсат ет. Бұл қолымыздан келді. Әлі ерте ғой. Романтикалық музыкаға дайынсың ба? Иә! Сен естідің бе? Мысықтың қолын басып кеткен сияқты. Біздің бағдарламаның маңызды қонағы. Мен іздеуден шаршадым, үзіліс. Бірақ пошта ше? Пошта күте тұрады ғой. Шұғыл ештеңе жоқ. Қызық екен, бірақ мен де шоколадты ұнатпаймын. Бірақ майшабақ лимонатын жақсы көрем. Шынымен бе? Мен де. Ал сен үйректер туралы фильмдерді ұнатасың ба? Тамаша, оларды кішкене итермелеу керек. Бір-біріне жақындату керек. Ане, бір-біріне жақындаңдар, сендерді суретке түсірейін. Жақынырақ. Тағы. Керемет, ағаштар. Егер Пампом оны Милли тапты деп шешсе, ол өте бақытты болады, бұл сөзсіз. Сосын бац, олар бірге. Ұшатын үйректер туралы көрдің бе? Я, тамаша. Милли, маған лимонадтан бола ма? Не? Не? Бұл тағы не? Бұл менің тығыным ғой. Дөңгелектің ауасын шығарған сен бе? Әрине жоқ. Бұл менің көмегім үшін сенің рахметің Сонда бе? оны қайдан алдың? Бұл тағы да сенің әзілдерің бе? Болды, Шмяк, кеттік. Бірақ... Олар біз үшін ұрысты. Хей! Біз Пампонды батырға айналдыруымыз керек. Не? Қара, біз Миллиді зымыранмен ұшырамыз. Жарты жолда отырып қалатында етіп жасаймыз. Ал мен Пампонға қоңырау шаламда, ол арқан бойымен жүгіріп, оны батырлықпен құтқарады. Содан кейін ол ғашық болады. Бұрандалы мұрттар, керемет жоспар. Көресің, менің ракетам өте керемет, және өте жылдам. Не? Ой, Милли, мен көмекке шақырам. Қорықпа. Оған шынымен қауіп төніп тұр ма? Әрине, тез. Оған сен керексің, қане. Қазір, мен келе жатырман. Мен түсем. Ой. Не? Жоқ. Ой. Мен келе жатырмын. Пампон, сен не істеп жатырсың? Кел қайт. Ой, мен биіктіктен қорқам. Құтқарыңдар. Ой.
Қорықпа, Помпон, қазір келем. Менің құтқарушым, рахмет саған. Олар жарасып кетті, ойдағыдай болды. Сағат механизмі сияқты. Шмяк, сенің ештеңе түсіндіргің келмей ме? Зымыранды неге тоқтаттың? Мен сендер ұрсып қалдыңдар ғой. Ал сен ғашықсың. Жай мен көмектескім келді. Ғашық? Мен мүлде ғашық емеспін. Бірақ картон жүрек, шоколад бұл махаббаттың сыйы ғой. Солай ма? Бұл милиға емес. Бұл сенің анаңа әкеңнен сыйлық. Мен жеткізуге кешігіп қалдым. Анама кәмпит? Не? Маған олардың қайда сатып алуға болатын айта аласың ба? Сен кешігіп қалдың. Кешіріңіз, бір мәселе болды. Тадам! Бұл маған арналған ба? Рахмет, шоколадтылар. Біреу бүкіл қорапты жеуге қуанышты болар. Фильм CLS Media тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2023 жыл. Жауапкершілік. Енді Шмяк допты емгенді. Бір қорғаушын айналып өтет, екіншісін соққы. Не? Болды. Бұл кім еді? Ой, Қане тоқтай тұр. ой. Мәселе сонда. Мүмкін кешірім сұрауым керек шығар. Ол менің мұртымды жұлып алады ғой. Сен кездейсоқ жасадың ғой, ол мұны түсінеді. Мен дәл солай деп үміттенем. Сәттілік! Кешір Шмяк, мен жабықпын. Оны жөндеу немесе сату мүмкін емес. Айтқым келгені, мен сізге дүкенде көмектесерем. Жақсы, рахмет, бірақ марғау үшін бұл аздап қиындау болады. Әкем маған көмектесуге рұқсат берді. Онда бәр жақсы. Бірдеңе болса, мен қасыңдамын. Мойындамадың ба? Несі бар, мен көмектесіп жатырмын. Ого! Мен мұнда қаншалықты әдемі болатын ұмытып қалыппын ғой. Рахмет, Шмяк. Жарайсың. Менің есігімді бұзғандар сияқты емес. Ең болмағанда мен есептегіштен аздап демалып алдым. Бір күні мен міндетті түрде демалысқа шығам. Шмяк, ояусың ба? Ұйқы жоқ. Менің ішімде түйім бар сияқты. Мүмкін сен көп жүнжеп қойған шығарсың. Жоқ. Маған не болды? Бұл Шпрот мырза үшін ғой. Мүмкін сен оған айтарсың, Тым кеш. Ойлап таптым. Шпрот мырзаға демалыс берейік. Тосын сый, бүгін мен дүкенді басқарам. Сен сенімсің бе? Бұл қиын ғой. Иә, ал сіз демалысқа шығасыз. Маған біраз демалған артық етпейді. Саған нұсқаулар керек пе? Менің артымнан.
Жарамдылық мерзіміне назар аудар. Бұл маңызды. Жемістер балғындығына қарай орналасады. Біз оларды қоямыз, ал консервілермен қиындау. Ауырларын үстіне қоямыз, алуға ыңғайлы болу үшін. Бірақ олар жоғардан құлап кетпеуі тиіс. Сонымен кассаның өте маңызды екенін түсінікті ме? Міне, ақша қайтарғанда абай болып, қателесіп кетпе. Бәрі түсінікті ме? Бәрі түсінікті ме, Шмяк? Не, әрине түсінікті. Есіңде болсын, сатып алушы патша және құдай. Уайымдамаңыз. Жарайды. Бірдеңе болса, мен балық аулап жатырмын. Артишоктар. Қара өрікпен және кептірілген өрікпен шатастырмау керек. Сонымен бір банка бұршақ. Үстіңгі жағындағы бұршақ. Сен ол жерге жете алмайсың. Неге? Лақтырып қоям. Аха. Жарайсың. Мінекей іс бітті. Сатып алушы, орнымызға барайық. Сен есептегі шартында не істеп тұрсың? Бүгін мен Шпрот мырза үшінмін. Тыңдап тұрмын. Менде сатып алу тізімі бар. Жарайды, қарайық. Пияз, сәбіз, алма, лимон. Бір бөлке нан, сосын бір банка сардина, тунец, үрме бұршақ, сосын бір пакет шарма. Мінекей. Ого, жоғары сапалы қызмет. Мүмкін 2 пакет алғың келе ме? Жоқ, неге? Мен саған көмектесем. Ой. Жоқ, мен мұнда сатушымын қазір. Идея, мен 2-ші пакет алайын. Мен айттым ғой. Өтінем, тек төлеу ғана қалды. Тек мен ақшаны ұмытып кетіппін. Уайымдама, ертең келемін. Не? Ал мұның бәрі бекер ме сонда? Тым болмаса сардиналарды алсаңшы. Оны қалай ашу керек? Түсіндірулер есіңде ме? Жоқ, кешір. Ой, түймелер қандай көп. Мүмкін сынып Ал, мен қалғаншылар. тағы қанша күтуім керек, сатушы? Помпон, бізде сардин печеньесі бар. Байқап көргін келмей ме? Неге болмасқа? Қанекей. Дәмді. Май шабақпен ант етем, кешір, Помпон. Сенімен бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, бірақ мен кетуім керек. Тоқта, кетпе. Мен кассаны аштым. Кешір, мұнда сауда жасау қауіпті екен. Шпрот мырза клиенттің көңілінен бәрі шығу керек деді. Және ол қайта келетіндей болу керек. Күтіңіз, күт. Айтпақшы, бізге ең дәмді сәбіз әкелінді. Ғажайып сәбіз. Жоқ, рахмет. Мен сәбізден қоян тістер өсет деп естідім. Құлып таулы. Ашқан, Ештің етпейді, сәбіз жейміз. Мен қоян болғым келмейді. Менің түйінім есіңде ме? Қазір ол екеселенген. Есікті жаңа ғана жөндеп еді ғой. Шпрот мырза қайда? Демалыста. Мен оны уақытша ауыстырып жатырмын. Керемет. Шмяк! Шипанда печенье ұрлап жатыр. Иә? Сен печенье үшін төлеген Бұл жоқсың. сіз, бұл тегін ғой. Жоқ, оны қайтар. Жібер. Бұл менікі. Ой! Жібер дейм. Сен өзің жібер. Жоқ, сен жібер. Өмір керемет. Не қайтар.
сәлеметсіз бе Шпрот мырза? Ұсталдың ба? Я. Менің түйінім шеленді. Енді сен не істейсің? Мойындай, дәл сен айтқандай. Ай, сен мұнда не істеп жүрсің? Ал дүкенше. Шпрот мырза, есігіңізді бұзған доп. Мені кет. Не? Неліктен? Мен байқаусызда. Сіз ашуланасыз ба деп қорықтым. Ештеңе. Ең бастысы өзің айттың. Оның үстіне сен маған көмектесуге тырыстың. Иә, бірақ дүкеннің быт-шыты шықты, кешіріңіз. Жарайды, көрейік. Мүмкін бірдеңе ойлап табармыз. Солай болуы керек пе? Бір, және екі. Хоппа! Хоп! Хоп! Бум-бам-ху! Мәссаған, керемет Шпрот мырза. Мен печенье ақысын шиптан ала алмадым. Ештеңе етпейді. Бұл мысықтар үшін тегін печенье. Бұрандалы мұрттар. Сонда шибрас айтты ма, мен кешірім сұрауым Ол кейде керек. пайдалы болады. Ей, Шмяк, мұнда тағы бір доп бар. Ой, ой. Фильм CLS Media тапсырысы бойынша аударылып, Басыңа келген дос. Жоғары дыбыстық жылдамдыққа дайынсың ба? Құйрықтың ұшына дейін. Алақа, юху! Не? Ой, ақау! Қашықтықтан басқару құралы жұмыс Бұл істемей. не? Тоқта! Ой! Пысық! Ақау! Сақтан! Сен мені жынды үйректен құтқардың ғой. Сен... Түсінесің бе? Мен мұны Басқару ешқашан құралы... ұмытпаймын. Сен менің батырымсың. Жоқ, сен супер қаһармансың. Батыр? Жынды пульттің қаһарманы. Мұның бәрі біздің кесірімізден. Сенікі дұрыс. Пиу! Үйрек аспаннан ұшып келді. Бірақ Шмяк пайда болды да, түнгі қаһарман сияқты мені құтқарды. Түсінемісіңдер? Мені құтқарды дейм. Мәссаған. Сен қорықтың ба? Жоқ әрине. Қолтаңбаңды алсам бола ма? Жоқ, ештең емес. Асыра сілтеп жатыр ғой. Қандай қарапайымдылық? Рахмет әрине. Бірақ айналамдағылардың бәріне менің батыр екенімді айтпаш. Бірақ сен батырсың. Сен менің өмірімді құтқарып қалдың. Жарайды, бірақ бұл құпия болсын. Әрине, мен ешкімге айтпаймын. Браво! Алақай! Керемет! Жарайсың! Шмяк чемпион. Сен енді бәрімізге үлгі болдың, Шмяк. Жарайсың. Жүр, мен сөмкеңді алайын. Керек емес. Әрине керек. Сен менің өмірімді құтқарып қалдың ғой. Қалайсың?
Бәрі тамаша. Сонымен математика. Сендерге 4 нысан ұшып келе жатыр. Қашып құтылу үшін сендерге қанша шмяк керек болады? Шмякты көрдіңдер ме? Мен оған тәтті сыйлағым келеді. Ол бізден қалмайды. Сондықтан мойында. Сенің кінәң екенін. Немесе ол мені құтқарсын. Сонда біз тең боламыз. Кіммен сөйлесіп тұрсың? Ай, ешкіммен печенье менің сүйіктім ғой. Ням-ням. Ам-ням. Ам. Ашақ, печенье тамағыма кеп келді. Сен Томпа ханымнан аумай қалдың. Жақсы ойнадың. Жарайт, Б жоспарына көшейік. Өмір керемет. Маған ештеңе де болмай. Ештеңе. Шмяк, сақ бол. Ей, сен, тоқта дедім. Ой-ой. Цып. Кешір, Шмяк. Мен қатты өкінемін. Өзің қалайсың? Керемет. Кешір. Сенің басыңда балықтар сүйегі тұр. Ештең етпейді. Тағы да В жоспары бар. Самал жел жақсы, я? Я, өте жақсы. Бұл не шу? О, жоқ. Бізге қарай алдындағы ессіз үйрек ұшып келеді. Әне, ол ұшып келе жатыр. Көмектес! Ағаштардың астына. Көмектесіңдер! Біреу мені мына ессіз үйректен құтқарыңдар. Көмектесіңдер! Тұрсаң болады, Шмяк, ол қашып кетті. Үй тапсырмасын орындап отырсың ба? Оны пысық жазды. Кешірім сұрау белгісі ретінде, бірақ қателіктер тым көп. Матрешка мысықтары. Бірақ менде жаңа жоспар бар. Пысыққа үйіңде қорқынышты тышқан бар екенін айт. Сосын мен жүгіріп шығамда, сен мені құтқаруымды сұрайсың. О, жоқ, бұл тышқан. Қандай қорқынышты. Ол менің артымнан жүгірет, мен шұңқырға кіріп кетем. Сен шығып пысыққа. Ол сені құтқарғанын айтады. Сонымен іс бітті. Керемет жоспар, сен данышпансың. Бастайық. Ей, стоп! Маған көмектесші. Менің үйімде қорқынышты тышқан Ол бар. үлкен бе? Ол сұр және түкті. Өткір тістер мен тырнақтары бар. Бұл сенің тышқаның ба? Кішкентай екен. Уайымдама. Мяу тауындағы ең жақсы тышқан аулағыш сенің артыңда тұр.
Мә, саған рахмет. Сен менің өмірімді құтқардың. Енді біз Мен теңбіз. тышқанды ұстағанша күте тұр. Тоқта. Ол баяғыда қашып кеткен. Сен оны қатты қорқыттың. Мен бұған күмәнданамын. Швабра керек. Қалай? Жаман тез жасырын қане. Тоқта. Мұнда бәрін құртасың ғой. Бұлайша. Ұстадым, тамақтануды бастайық. Не жоқ, оны бақшаға жіберейік. Ол енді олай істемейді. Жоқ, бұл менің тышқаным. Бұл менің үйрегім болды. Оны қашықтықтан басқару пульті сынған, ол жынданып кетті. Мен оны тоқтата алмадым. Не? Бәрі менің кесірімнен. Сонда сен супер қаһарман емессің бе? Мен кешірім сұрайым. Кейде мен де асырып жіберемін. Солай ма? Мен тіпті білмедім. Расымен де, мына қорқынышты тышқанды аулағаннан кейін, біз екеуміз де батырмыз. Солай ма? Аха. Бұл үлкен шайқас болды. Бим-бам-бум! Барып басқаларына айтайын. Сен менің өмірімді құтқардың, Шымяк. Сен шынымен де батыр екенсің. Иә. Жоқ, батыр мен емес. Пысық қақсамайды. Жүздеген қатыгез тышқандар тесіктерінен шықты. Бақтымызға орай, мен сонда болдым. Және Шымякты құтқардым. Ол қатты қорықты. Солай ма? Ол үнемі бос сөз айтады. Фильм CLS Media тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2023 жыл.